Hayırlı kun dostlar, sizlerмен болатын Алима. Менің асханама хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шпинаттан өте керемет дәмі тіл үйретін бөректі жасап көрсететін боламын. Шпинаттың уақытында жасап жесеңіздер өте дәрумендерге толы витаминді бөрек деп айтсақ та болады. Барлық керекті заттарымды дайындап алдым. Ең бірінші маған керегі мына жерде 200 грамм жылы суымызды құямыз да үстінен бір жұмыртқаны саламыз, және де 100 грамм сұйық майды құйып, тағы да мына жерде менде алманың сірке суынан құямыз. Дәміне қарай тұз, және де қопсытқыш, және де аз ғана дрожжы салып жақсылап ергенше араластырамыз. Міндетті түрде осы рецептмен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Тұзымыз еріген соң үстіне ұнымызды саламыз. Менде ең жоғарғы сұрыптағы ұн. Осыны жақсылап илеп аламыз. 500 грамм ұнымызды бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Бірінші лопатканың көмегімен осылай жақсылап араластырып алғаннан соң, екінші кезекте қолымыздың күшіменен бір келкі қамыр қылып июын қандырып аламыз. Қамырды не құрлым қолменен көптеу илейтін болсақ, соғұрлым июы қанады. Демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте июын қандырып болған қамырымызды 12 бөлікке бөлеміз. Осылайша етіп 12 бөліктерге бөліп, кішкене зуала қылып жасап қоямыз барлығын. Егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қаласаңыздар ішіне ет салып жасаса да болады. Етпенен де дәмді болады. Бірақ ыспалақпенен өте дәмді, әрі витаминдерге толы көкөністі шөп деп айтсақ та болады. Испалақтың пайдасы ағзаға, асқазанымызға өте жеңіл тағам болып келеді, және де іштің жүруіне пайдасын тигізеді. Арасында осылай испалақ жеп тұрған өте пайдалы деп айталамын. Мен осылайша етіп барлығын 12-3 қылып зуала қылдым. Кішкене зуала етіп 12-3 бөлдім. Тура осылай жасасаңыздар өте керемет бір келкі болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Әрқайсының грамын видеоның астына қалдырып кететін болам описанияға. Барлығын граммен өлшеп жасалған бөректеріміз деп айталамын. Ең соңғы зуаламыз қалды. Осыны да осылайша қолымыздың көмегімен дөңгелетіп зуала қылып жасап аламыз да, бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Менде мына жерде қызып тұрған тапама майды құямын да, жаңағы ыспалақтарымның барлығын осылайша етіп майға бір шала қуырып аламын. Егерде сіздерде свежий болса, оны әшейін турап суын шығарып, үстіне пиязды қуырып салсаңыздар болады. Мен қысқа осылайша дайындап алған едім, қайнатып морозникке салып, осылайша етіп қыста жесек болады. Қыста өте табылмайтын витаминді тағам бұл. Шала қуырып алған ыспалақтарымыздың үстінен 4 дана пиязымызды турап алған едім, ұзыншақ етіп, соны да салып, бір жақсылап шала қуырып аламыз бұны да. Шпинат деп орыстар айтады, ал бізде қазақ тілде ыспалақ деп айтсақ болады. Сол себепте мен ыспалақ деп жатырмын. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрышты салып, жақсылап ергенше араластырып аламыз.
Араластырып болғаннан соң астын баяу отты өшіріп, суытып аламыз. Енді кезекте осылайша араластырып болғаннан соң бір шетке қойып қоямыз суығанша. Менде мына жерде 6 ас қасық крахмалдың үстінен 10 ас қасық ұнды салып жақсылап араластырып аламыз. Бұны қамырды жаюға қолданамыз. Енді менде жаңағы зуалаларымызды алып, кішкене зуалаларды жая бастаймыз. Онға малып аламыз да, оқтаудың көмегімен жая бастаймыз. Өте жұқа қылып жаямыз. Жайып алған қамырларымызды осылайша етіп бір орап аламыз да, екі шетінен ұстап ішке қарай итеріп, осылайша етіп қыржым етіп шығарып аламыз да, оқтаудан босатып аламыз. Осыны босатып алғаннан соң чоткаменен майды, сұйық майды арасына бір келкі сеуіп шығамыз аз-аздан. Аздап осылайша майды жүгіртіп сеуіп шығамыз. Әр жеріне жағып шығамыз да, ортасын жинап жаңағы ыспалақтарымызды ұзыншақ етіп салып шығамыз. Жіңішке етіп, ұзыншақ етіп созып салып шығамыз ішіне, бастан аяққа жеткізіп. Ыспалақтарымызды салып болғаннан соң екі шетін ішке қарай қайтарамыз да, мына басынан ұстап орап шығамыз. Осылайша ораған кезде барлығы өрім болып әдемі, қыржым болып әдемі болып шығады. Енді осыны ішке қарай басын бұрап, орап шығарамыз. Дөңгелек етіп шығарып аламыз орап ішке қарай. Міне осылайша етіп орап аламыз. Енді біздің бөрегіміз дайын болды. Тапамыздың бетіне пергамент қағазын төсейміз де салып шығамыз. Кезек салып шығамыз. 12 зуаламыздың барлығы бір тапамыз толады. Соныменен толтырып салып шығамыз. Енді кезекте мен екінші қамырымды жайып жатырмын. Бұны да дәл сол алдыңғы көрсеткендей қылып жайып, бөгіп саламыз барлығын. Сіздерге түсінікті болсын деп екінші мәрте көрсетіп жатырмын. Міне екінші қамырымызды да дәл бірінші қамыр сияқты қылып осылайша қылып жайып аламыз да, шетінен бүгіп шығамыз. Неғұрлым әдемілеп жайып, әдемілеп орайтын болсақ, бөрегіміз де өте әдемі болып шығады. Келген қонағымыздың алдына ұялмай ұсынсаңыздар да болады. Отбасыларыңызға бір рет жасап беріп, қуантып, өте керемет болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпенен.
Барлығын жайып салып болдық. Менде бір жұмыртқаның сарыуызын аламыз да үстіне 10 ас қасық сүтті құямыз. Осылайша етіп жақсылап араластырып аламыз да бетіне жағып шығамыз. Егер сізде сүт болмаса, су араластырсаңыздар да болады. Осылайша етіп жақсылап араластырып біртіндеп барлық шетіне жеткізіп жайып шығамыз. Осы кезде пешкамызды қыздырып қоюымыз керек. Мен 200 градуста пісіріп алдым. Жұмыртқаларымызды жап болғаннан соң қызып тұрған пешкаға жібереміз, піскенінше күтеміз. Осылайша етіп бір жасағаннан керемет болып шығады. Менің бөректерім пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептмен жасап көріңіздер. Өте сенімді болып айта аламын керемет шығатынына. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Менің сүйікті көрермендерім.